Баршаңызға сәлем достар, бүгін сіздерге тұшпара дайындау жолын ұсынатын боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. 300 грамм фаршымызға 350 граммдай болатын пиязды алып, үкіштің ұсақ бөлігінен өткізетін боламын. Себебі біздің фаршымыз құрғақ болмау үшін осындай етіп үкіштен өткізгенді ұнатамын. Негізі ұсақтап турасаңыздар да болады. Көбінесе маған осындай үкіштен өткізілген ұнайды. Түйген кезде де ешқандай пияздары шығып кедергі келтірмейді. Мінеки барлығын өткізіп болдық. Согыменен пияздың қосатын боламыз. Енді осының үстіне тұзымызды, татымына қарай қара бұрышымызды және 2 ас қасық көлеміндегі сұйық майды қосып, жақсылап араластырамын. Бұл жерде сұйық майды қосу себебім, егер сіздің фаршыңыз піскен кезде қаттылау болып пісіп жатырса, ұзақ уақытты қажет ететіндей болып жатырса, осы сұйық майды құйып, пияздың суымен кішкене жұмсарады. Сол кезде піскен кезде қатты болып, фаршыңыз кедергі келтірмейді жеген сәтте. Жақсылап араластырып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай өте сулы, сочный болып шығады бұл начинка. Енді бөлек ыдысымызға салып, холодильникке жарты сағат көлемінде қойып қоятын боламын. Көкөністерді турап аламыз. Алдымен сарымсақ. Өзімізге қалаған пішінде турасаңыздар бола береді. Мен 4 бұрышты пішінде турап алдым барлығын. Бірінші кезекте қазанымызды қайнатып жіберетін боламыз. Сәбізді үкіштен өткізген ұнайды. Қаласаңыздар тураңыздар, қаласаңыздар осындай үкіштен өткізіп алсаңыздар болады. 30 граммдай болатын сұйық майымызды табамызға, қазанымызға құйып, аздап сарымсағымызды қуырып аламыз. Оның үстіне пиязымызды салып қуырамыз. Помидор, картоп, морковь барлығын қосып, аздап қуырып алатын боламын. Егер сәбізді ұнатпайтын жандар болса, осындай үкіштен өткізсеңіздер, сіздің сәбізіңіз езіліп, сорпаға дәмін береді. Әріде сәбізді балдарыңыз сорпамен бірге ішіп қоюы мүмкін. Енді қайнаған суымызды құямыз. 2 литр шамасында су құйдым. Қайнағаннан кейін астын баяу отта пельменіміз дайын болғанша қайнататын боламыз. Достар, мен қамырдың илу жолын түсірген жоқпын, себебі арнамда әмбебап қамыр, яғни универсальный қамырды дайындау жолы бар болатын. Соны қарап илесеңіздер болады. Сілтемесін төменге қалдырып кетем. Осы қамырымызды дөңгелек етіп, өте жұқа да емес, өте қатты қалың да емес, орташа көлемде жайып алатын боламыз. Қарап тұрсаңыздар, қамырымыз өте керемет жайылады, өте көп ұнды қажет етпейді жайған кезде. 4 бұрышты формасында осындай етіп кесіп аламын. Егер ұнаса дөңгелек пішінде де жасауға болады, бірақ та өзіме осы 4 бұрышты ыңғайлы. Барлығын жайып алып, ішіне дайындап қойған салмамызды салып алатын боламыз. Қамырымыздың жандарын жақсылап басып аламыз, себебі піскен кезде жарылып кетпеу үшін, немесе ашылып кетпеу үшін. Мінеке көріп тұрсаңыздар, дәл осындай етіп, ауа өткізбейтіндей етіп, жақсылап басып, ортасын сәл ашықтау етіп, пельменімізді, яғни тұшпарамызды түйетін боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай. Өз формасын ұзақ уақытқа дейін сақтайды, қатыруға да болады, және піскен кезде езілмей, жыртылмай
күшті болып пісетін болады. Жасап көруге кеңес беремін. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Мінекей біздің пельмендеріміз дайын болды. Енді қазанымызға салып, орташа отта араластыра отырып қайнатып алатын боламыз. Піскен сәтте пельмендеріміз жоғары көтеріліп, ісініп шығатын болады. Фаршы толық піскенше қайнатып алатын боламыз. Мінекей біздің пельменіміз дайын болды. Өте керемет әрі дәмді болып шықты. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Достар, егер менің арнам сіздерге пайдалы болып, видеом ұнап жатырса, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Замира. Келесі кездескенше сау болыңыздар.